Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерге класстар және разрядтарды толығырақ кеңінен қарапайым тілмен түсіндіретін боламын. Енді тақтаға мұқият қараймыз. Тақтада байқап тұрсаңыздар, кесте берілген және төменде екі мысал. Яғни осы кестені қазір сендерге түсіндіремін және осы мысалдарды кесте бойынша қалай пайдаланамыз. Және сол сандарды оқып үйренеміз. Демек, ары қарай байқап тұрсаңыздар, класстар берілген. Бірінші класс, екінші класс, үшінші класс. Бірінші класс дегеніміз бірліктер классы, екінші класс мыңдықтар классы, үшінші класс миллиондар классы. Әр класс, байқап тұрсаңыздар, міне, үш разрядтан берілген. Әр класс үш разрядтан берілген. Бірлік, ондық, жүздік. Екінші класста дәл солай бірлік, ондық, жүздік. Үшінші классымызда дәл солай бірлік, ондық, жүздік. Демек, әр класс үш разрядтан берілген. Бірлік, ондық, жүздік. Бірінші класс бірліктер, екінші класс мыңдықтар классы ары қарай кете береді. Үшінші класс миллиондар. Мен нерде тақтаға сыймағандықтан тек үшінші классқа дейін түсіндірдім. Бірақ осы бойынша түсініп аласыздар, ары қарай жасап кете беруге болады. Демек, төртінші класс миллиардтар классы. Оны төртінші сыныптар өтеміз. Ал класты үшінші сыныпта өтіп, үшінші сыныптарда сіздер өттіңіздер, төртінші сыныптарда қазір жақында қайталады. Демек, класстар кетті, мына төменде берілгендер, бұлар балалар разрядтар. Бірінші разряд, екінші разряд, үшінші разряд. Разрядтарға байқап тұрсаңыздар, балалар, мына жерде бірлік, ондық, жүздік деп береді ғой. Ал разрядтарда жалғасып кете береді. Бірінші, екінші, үшінші разряд, төртінші разряд, бесінші, алтыншы разрядтар. Яғни, цифрдың, сандарды жазудағы цифрдың орны. Енді цифрды айтқаннан кейін, цифр туралы кішкене мәлімет бере кетейін, балалар. Цифр дегеніміз ол 0-ден 9-ға дейін. 0-ден 9-ға дейінгі сандарды балалар цифр деп атаймыз. Ал 10 саны ол цифрға кірмейді. Неге? Өйткені ол 1 және 0 деген цифрдан құралған, яғни 2 цифрдан құралған сан, 10 саны. Ал сан дегеніміз ол 0-ден басталады да шексіз кете береді. Ал цифр тек 9-ға дейін. Балалар есімізде сақтап алайық. Ол жоғары сыныптарда да, ол тест сұрақтарында да, ауызша сұрақтарда да көп кездеседі. Яғни цифр мен санның айырмашылығы қандай, цифрдың ең үлкен цифр деген сияқты. Демек, тағы бір қайталап өтейін. Цифр дегеніміз 0-ден 9-ға дейін. Ал сан дегеніміз ол да 0-ден басталады, бірақ шексіз кете береді. Ол көп таңбалы. Ол бір таңбалы, екі таңбалы, яғмаса 5 таңбалы, ары қарап миллиардтаған, неше миллиардтаған сан болып кете береді екен. Яғни ол шексіз сан дегеніміз. Енді кестемізге оралайық. Бірінші тапсырманы оқимын. Екінші класстың 4 бірлігі, бірінші класстың 8 бірлігі берілген тапсырмада. Осыны қазір кестеге қойып, балалар сендерге түсіндіретін болам. Екінші класстың 4 бірлігі дейді. Кестемізге қараймыз. Екінші класты тауып аламыз да 4 бірлігін, яғни бірліктің тұсына жазамыз. Міне, екінші класстың бірлігі мында тұр. Демек, 4-ті біз осында жазамыз. Екінші класстың 4 бірлігін жаздық. Ары қарай тапсырмамызда бірінші класстың 8 бірлігі. Енді бірінші класс табамыз, бірлігін табамыз, яғни 8 бірлік, бірліктің тұсына 8 жазамыз. Балалар, қалай ойлайсыңдар? 48 деп оқуыма болады ма? Болмайды. Неге десеңіздер, балалар? 4 саны, ол мыңдықтар классы, екінші класс. Өйткені 4000 деп оқуымыз керек. Егер де 48 болса, біз 4000 деп оқи аламыз ба? Жоқ, әрине. Тапсырмада екінші класстың 4 бірлігі делінген. Енді саны берілмеген разрядтарды біз 0-мен толықтырады екенбіз. Демек, бірінші класстың 8 бірлігі бар, ондығы мен жүздігі берілмеген, демек, оны біз 0-мен толықтырады екенбіз. 4008. Да, екінші разряд. Екінші мысалымызға келек. Үшінші класстың 9 бірлігі, екінші класстың 7 бірлігі дейді. Енді үшінші класстың да табамыз. Миллиондар классы 9 бірлігі. Бірлігін табамыз, 9-ды бірлігінің қатарына жазады екенбіз. Екінші класстың 7 бірлігі. Екінші класс табамыз, бірлікті табамыз, 7 жаздық. Енді балалар,
жаңағы мысалда айтқандағындай бұл жерде де 97 деп оқуымызға болмайды. Өйткені 3 классымыз ол миллиондар классы. Біз 9 миллион деп оқуымыз керек. Ары қарай берілген санды жалғастырып оқиды екенбіз. Енді қарап тұрсаңыздар балалар, жаңағы ондығымен, екінші класстың ондығымен жүздігі берілмеген, демек нөлмен толықтырады екенбіз. Бірақ 3 класс миллиондар классы болған үшін мен 9 миллион 7 деп қоя алмаймын. Екінші классымыз берілген, бірінші класс разрядтары берілмеген, демек біз ол разрядтарды не істейді екенбіз? Нөлмен толықтырады екенбіз. Егер де біз бірінші классқа нөлмен толықтырмасақ, онда 9007 деген сан шығады. Сонда 9 миллиондар класс емес, мыңдықтар класс демен екінші класстың тапсырмасы болып қалады. Ал енді разрядтарын көрейікші, қандай разрядтар екен? Разрядтар жаңа айттым мен, бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Оқығанда қалай оқылады? Бірінші разрядтың 8 бірлігі, төртінші разрядтың 4 бірлігі. Оқыған кезде солдан оңға қарап оқимыз. Біз қазір жаздық бірлігінен бастап. Енді оқығанда солдан оңға қарап оқимыз. Демек, жоғары разрядтан бастап оқимыз. Төртінші разрядтың 4 бірлігі, бірінші разрядтың 8 бірлігі. Екінші тапсырмада 3 класс миллиондар классы, бірақ разряды 7-ші болып тұр 9 бірліктің. Демек, 7-ші разрядтың 9 бірлігі, 4-ші разрядтың 7 бірлігі. Бірінші тапсырмамызда, бірінші мысалымыз 4008 деген сан шықты, ал екінші тапсырмамызда 9 миллион 7.000. Бірінші класстың атауы айтылмайды, және класстары, разрядтары берілмеген класстың атауы айтылмайды екен балалар. 9 миллион 7.000 деп қоямыз, бірақ бірінші классымыз жоқ разрядтар нөлмен толықтырылады екен. Ал енді келесі мысалымызға өтеміз. Тапсырманы оқимын балалар. Енді қазір бұл жерде тапсырмалар берілді балалар. Ендігі біздің мақсатымыз кестені пайдаланбай, өз бетімізше сол кесте бойынша үйренген тәсілімізді енді кестеге қарамай орындай білуіміз керек. Енді 3 класстың тапсырманы оқимын балалар. 3 класстың 67 бірлігі, 1 класстың 19 бірлігі дейді. Жазамыз 3 класстың 67 бірлігі дейді. Демек 67. Қарап тұрсаңыздар балалар, 2 класс берілмеген. Бірақ жаңағы айтып өткенімдей, әр класс 3 разрядтан тұрады. Бірлік, ондық, жүздік. 2 класс берілмеген, бірақ жүздігіне, ондығына, бірлігіне мен нөлмен толықтырамын. Ары қарай 1 класстың 19 бірлігі. Қарап тұрсаңыздар балалар, 19 бірлігі берілген, ондығы берілген. Демек, жүздігін мен нөлмен толықтырам. 0, 19. Енді санды оқимыз. Санды, көп таңбалы сандарды оқуға ыңғайлы болу үшін балалар, санды соңынан бастап 3 разрядтан бөліп, белгілеп алып, солай оқығанымыз өзімізге ыңғайлы. Әрине, нүктені балалар ойша қоюға әрекет жасаңдар, ал кішкентай сыныптар, 2-ші сыныптарда біз нүкте қоюға рұқсат береміз, өйткені олар көп таңбалы санға бірден қарағанда кішкене шатасады. Ал 3-ші сынып, 4-ші сыныптар сіздер балалар нөлді ойша қойып үйреніңдер. Ойша қойып дағдыланыңдар, соңынан бастап әр 3 санымыз, 3 разрядымыз 1 класс. Енді тапсырмамызда дұрыс болды ма? Бір тексерейік. 3 класс 67 бірлік дейді. Демек, мен мына жерге жазайын. 3 классымыз жаздық. Одан кейін 1 класстың 19 бірлігі дейді. 3 класстан кейін 2 класс. Демек, мыңдықтар классы міндетті түрде болу керек. 1 класс 19 бірлік. Енді разрядтан санайым түгел болды ма? 1 класс бірлік ондық жүздік, 2 класс бірлік ондық жүздік, 3 класс бірлік ондық. Бірақ жоғарғы разрядтың, жоғары класстың жүздігі қойылмайды. Егерде тапсырмада берілмеген болса, алдына біз 0 қоймаймыз. 0,67 мың деп оқымаймыз балалар. Сондықтан, яғни бірліктер классы, мыңдықтар классы, миллиондар классы. Санды қалай оқиды екенбіз? Соңынан бастап, әр 3 разрядтан нүктеменен белгілеп алайық дедік. Демек, 67 миллион
19 деген санымыз шықты екен. Ары қарай келесі тапсырмамызды оқимыз. Екінші класстың 172 бірлігі дейді. Жазамын 172-ні. 172 бірлігі. Балалар, қалай ойлайсыңдар? 172 бірлігі. 172 деп қойсам дұрыс болады ма, балалар? Қалай ойлайсыңдар? 172. Бірақ екінші класс. Екінші класс қандай класс екен? Есімізге түсірек, балалар. Екінші классымыз мыңдықтар классы. 172 жай өзі тұрса, 172 мың деп оқи аламын ба, балалар? Жоқ, әрине. 172 деп оқуыма тура келеді. Ал екінші класс болғандықтан, мыңдықтар класс болғандықтан, мен бірінші класста не істеуім керек? 0 менен толықтыруым керек. Сонда ғана мен 172 мың деп оқимын. Өйткені екінші класс мыңдықтар классы ғой. Демек 172 мың деп оқиды екенбіз. Жаңағы айтқандай, бірінші класс атауы айтылмайды, және сандар бермеген разрядтардың классы оқылмайды. 172 мың деген санымыз шығады екен. Ары қарай. Бірінші класстың 49 бірлігі деген тапсырма. Жазамын 49-ды. Бірінші класстың 49 бірлігі. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Тағы да нөлдерді қосам ба? Соңына тіркеймін ба нөлдерді? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Бірінші класстың 49 бірлігі деген сөз. Бірінші классымыз ол бірліктер классы. Демек 49 бірлік, бірінші класстың 49 бірлігі, сол 49 саны шығады екен. Ешқандай біз оны нөлмен толықтыра алмаймыз. Ол өйткені тапсырманың өзіне бірінші класстың 49 бірлігін жазу тапсырмасы берілген. Ары қарай, үшінші класстың 67 бірлігі, екінші класстың 86 бірлігі дейді. Жазамын үшінші класстың 67 бірлігі. 67 бірлігі, яғни 6 ондық 7 бірлік деген сөз. 67 бірлігі. Жаздым. Үшінші класс. Одан кейін екінші класстың 86 бірлігі деген. Жаңа айтып өткенімде, балалар, әр класс 3 разрядтан тұрады. Яғни 3 таңбалы саннан деген сөзі, бала қарапайым тілмен айтқанда, енді 86 бірлігіміз ол 2 таңбалы сан, ондық бірлік. Енді мен келіп 67-тен кейін 86 деп жазып қоя алмаймын. Неге? Өйткені жүздігінің орнын 0-мен толықтырып алуым керек. Өйткені екінші класстың жүздігі берілмеген. Демек, жүздігінің орнын 0-мен толықтырамын. 8 ондық, 6 бірлік. Үшінші класстың 67 бірлігі, екінші класстың 86 бірлігі, яғни 8 ондық 6 бірлік, ал жүздігін 0-мен толықтырдым. Енді қарап тұрсаңыздар, балалар, мен осы күйде қалдыра алмайды екенмін. Мен қазір оқитын болсам, 67 мың 86 деп оқимын. Ал үшінші класс дегеніміз ол миллиондар классы. Демек, бірінші классты мен әлі жазбадым. Егер де жазбай қалдыратын болсақ, балалар, тапсырмамыз дұрыс орындалмаған болады. Өйткені жоқ класстың разрядтарын 0-мен толықтырамыз. Яғни бірінші класс берілмеген тапсырмада, демек біз оны 0-мен толықтырамыз. Өйткені бізде тапсырмада айтылмайды ғой, бірінші класстың 000 бірлігі деген сияқты. Демек 0-мен аяқталып тұрмасан, демек саны классы берілмеген. Енді оқимын. Үшінші класстың 67 бірлігі, екінші класстың 86 бірлігі дегеніміз ол қандай сан екен. Жаңағы айтқандағындай, соңынан бастап әр 3 разрядтан белгілеп қояйын. Тағы қайталап айтып өтейін, балалар. 3-4 сыныптың балалары, сіздердің өтініш, нүктені ойша қоямыз. Әр 3 санды ойша қоямыз. Ал 2-ші сыныптың балаларына біз рұқсат береміз. Өйткені олар 2 таңбалы санды, көп таңбалы сандарды енді оқып дағдыланып жатыр. Демек, 67 миллион, өйткені 3-ші класс миллиондар классы, сол себептен миллион деп оқимыз. Өйткені 3-ші класс миллиондар классы. 67 миллион 86 мың деген санымыз шығады екен. Кез келген 2-ші сынып болайық, балалар, 3-ші сынып, 4-ші сынып, кез келген сыныпта да бірінші класста бастағаннан бастап біз сандарды оқып бастаймыз. Қалай сандарды жаттаймыз, солай жатқа айтамыз және жатқа жазамыз. Сол себептен 2-ші сыныпта да 2-ші сынып 2 таңбалы, 3 таңбалы, 4 таңбалы сандарды жатқа жаза білуіміз керек, анықтап оқи алуымыз керек. Ал 4-ші сыныптан бастап жоғары қарай
көп таңбалы сандарды біз мүдірмей оқи алатын дәрежеде болуымыз керек. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Көп есеп шығару керек. Көптеген жаттықтырғыш материалдар бар, сол бойынша есептер шығарып, және әр шығарған санды, әр шығарған есептерімізді қандай сан шықты, соны оқып дағдылану керек. 45 миллиард 675 миллион 785 деген сияқты кез келген көп таңбалы сандарды біз оқи алуымыз керек. Мына жерден қазір тақтама сыймағандықтан 4-ші класстан бастап, 3-ші класстан бастап түсіндірілді балалар, бірақ 4-ші класс миллиардтар классы, оны 4-ші сыныптар өтіп жатыр. Енді 3-ші класстан бастағандықтан миллионнан бастадық, 67 миллион 86 мың деп. Кез келген санды балалар оқи алуымыз керек. Және жатқа жаза білуіміз керек. Балалар түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар балалар.